жастардың білім алуына түрлі жағдайлар жасалып жатыр. Оның ішінде мемлекеттік гранттардың санының артуы. 2024-2025 жылғы, яғни биылғы оқу жылының өзіне 112 мың грант бөлінген. Оның ішінде 79 мыңы бакалавриатқа бөлінсе, одан бөлек магистратура және докторантураға да біршама гранттар қосылды. Қазіргі таңда әкім гранты бар, яғни әрбір облыстағы әкімдіктер өздерінің өңірлеріндегі жетіспейтін мамандықтарға, сұранысқа ие мамандықтарға арнайы гранттар бөледі. Мемлекет гранттар ойнатылып болғаннан кейін кейбір мамандықтарда, яғни өтінім саны аз болуына байланысты кей гранттарды басқа мамандықтарға бөлу нәтижесінде тағы да қосымша гранттар пайда болады. Енді одан бөлек бізде тек елде емес, шетелде де білім алу мүмкіндіктері кеңінен қарастырылған. Қазақстан Республикасы үкіметі мен өзге де шетелдегі үкіметімен бірлесе отырып әртүрлі гранттар бөлінеді. Оның ішінде Венгрия болсын, енді Қытай Халық Республикасы болсын, әртүрлі елдерден белгілі бір деңгейде бакалавриат, магистратураға гранттар бөлінеді. Мемлекет тарапынан гранттар көп бөлінгенімен де бүгінгі таңда барлық жасты грантпен қамту мүмкін емес. Себебі жыл сайын жастар саны артып келе жатыр. Соған орай бізде министрлік тарапынан және қаржы орталығы тарапынан ақыл депозит дейтін үлкен бір депозит ашылды. Яғни бұл депозитке кез келген техникалық, кәсіптік білім алғысы келетін немесе жоғары оқу орнында оқығысы келетін Қазақстан Республикасының азаматы және депозит жинай алады. Одан бөлек біз ақылы бөлімде оқитын студенттердің, яғни өзінің оқу ақысын төлей алмайған жағдай мемлекет тарапынан, яғни кредиттен кепілдендірілген төлемақы алуға болады. Ол 10 жылға дейінгі оқу ақысын бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Толық ақпаратты бізде қаржы орталығынан алуға болады. Бүгінгі таңда ақпарат заманы болғаннан кейін жастарға ақпаратты алу барынша қолжетімді болып тұр. Біз министрліктің өзінің ресми сайттарынан, тест орталығының сайттарынан, сонымен қатар болашақ халықаралық білім беру бағдарламалары орталығынан толыққанды ақпарат алуға болады. Немесе әр жергілікті әкімдіктерде өздерінің әлеуметтік желілеріне салып отыр, сол жерден толық ақпарат алса болады. Кәсіпкерлікті дамыту бағытында бүгінгі таңда мемлекеттік жастар саясаты бағытында тәуелсіз ұрпақтары, яғни біздің арнайы 3 миллион теңге гранттар ойнатылып жатыр. Одан бөлек Жас Project дейтін жоба бүгінгі таңда министрліктің тарапынан қолдау тауып 1 миллион теңге көлемінде жастарға қайтарымсыз негізде гранттар беріп жатыр. Сонымен қатар бүгінгі таңдағы жастар үшін өзекті болып табылатын бағыттар бұл білім саласы, айтып отырғандай кәсіпкерлік, сонымен қатар баспана бағыттары өзекті болып қалады. Және де мемлекет тарапынан мемлекеттік жастар саясаты бағытында дәл осы бағыттар бойынша бағдарламалар мен жобаларды көбейту керек. Себебі бұған жастардың сұранысы өте жоғары. Сонымен қатар біз бәсекеге қабілетті жастар тәрбиелеу мақсатында, жалпы олардың әлеуметтік жағдайын қамтамасыз ету мақсатында баспанамен қамтамасыз ету, сонымен қатар жұмыспен қамтамасыз ету бағыттары өзінің өзектілігін жоғалтқан емес.